сабақтан бала қорытынды жұмыс. Сіздер осының алдында 4 сабақ бойы анасын сағынған бала әңгімесімен таныс болыңыздар, иә? Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күн жазып, тақырып жазып алыңыздар. Сабақтың жоспары көркем шығармадағы кейіпкерлердің шынайы өмірмен салыстыра бағалау. Бірінші, үй тапсырмасын орындаңыздар ғой, иә? Кім оқиды үй тапсырмасын? Ауылда балалармен ойнауға болады. Қала өмірі ауыл өмірінен кем емес. Онда әртүрлі секцияларға баруға болады. Иә. Кім тағы оқиды? Қасыңыз мақтан. Ауылда тыныш болғанымен мал шаруашылығы. Тұрған қағазды таңдап, бірінші, екінші, үшінші топқа бөлінсеңіздер. Тез. Бірінші, екінші, үшінші топқа отырыңыздар. Бейнелер көрсетеді. Кім баяндайды? Бірінші сурет ауыл. Иә. Ауыл туралы. Қалай басталады енді әңгіме? Есмағамбет ауылына сапардан 4 жылдан кейін келіп, ұзақ шайға шақырады. Иә. Ұзақ шай ішіліп, қонақтар біраз отырады. Иә, одан кейін не істейді? Сосын дайын жем машиналарды. Далаға шығып Есмағамбет не істейді? Есмағамбет қонақтарды Шығарып болғаннан кейін. Иә, одан кейін бақшаға барады, иә? Кім айтады? Көсір. Жолдың. Елге барып, құмға отырып, анасын сағынып. Сержан, иә. Анасын сағынып. Істе отырады. Қалай елестетесіздер? Сол бойынша топтық жұмыс қорғайсыздар. Жеттігеніңіз береміз. Орындаңыздар. Екі бөлікті ғой, соған бөлесіздер де бір жағына әңгімедегі баланың бейнесі. Ал екінші жағына сіздерден анасымен болған кезде қалай елестетесіздер сол туралы. Уақыт кетті. Орындаңыздар. Онда қиялыңызбен ойнаңыз. Сіздер егер анасының қасында болса, қандай болар еді? Сонына жерге жазып тасып қалмайсыздар. Енді айтасыз ғой ойыңызды. Мағжанға. Анасы қалада жұмыс істеген үшін Сержанға келе алмайды. Сержанның анасы бос болмайды. Сол үшін Сержан апасының қолында жүреді. Ал егер Сержан анасымен бірге болса қалай болады? Сержан анасымен болғанда анасы сағынбай келеді және бақытты болады. Тағы қосатындарыңыз бар ма? Қосымша жазбай өзгермей болсаңыздар. Жазбай өзгермей болсаңыздар. Болды ма? Қосқырыңыздар. Сен ешқашан мені және атам мен анамды сағынбайсың, өйткені сен бір айдан кейін апам мен атаңа барасың деп айтады. Жақсы. Отырыңыздар. Сержан ауылда атасының қолында өседі, себебі анасы
анасының қолында өссе үнемі анасын күйдіре сайды. Анасына тыныштық бермейді. Ол кезде ақша табу қиын болады. Анасының баласының қарауы уақыт арналған хат жазасыздар. Осы анасын сағынған бала әңгімесінде өзіңізге қандай әсер ала алдыңыздар, сол бойынша авторға хат. Түсінікті ма? Болады. Сол бойынша жүрсіз ме? Direkt бастап оқимыз. Тыңдаңыздар. Мен сіздің әңгімелеріңізді оқимын, ұнатамын. Сіздің әңгімелеріңізді ұнайды, әсіресе анасы сағынған бала. Деген әңгіме, ол әңгіме өте түсінікті, өте әсер. Әлихан оқисыз ба? Жақсы отырыңыз. Ұзақ өмірді тілеймін. Осындай мәтіндерді көптеп шығардыңыз. Маған сіздің еңбегіңіз ұнады. Аман болып жүріңіз. Жақсы. Я енді сіздің анасын сағынған бала ертегісі өте керемет. Мен ол жерге түсіндім. Өзіміздің жақын бір отбасымызды ұмытпау керек екенін. Сіздің арқаңызда мен ешқашан өзімнің отбасымды ұмытпаймын. жақсы, өте жақсы болған. Тыңдаймыз. Соңғысы. Тыныш. Ана алқаптың аясы ақ шыққандың саясы деген мақал бар. Сіз сол мақал сияқты әңгіме жаздыңыз. Анасы сағынған бала маған өте ұнайды. Аман болып жүріңіз. Хат жазған Жақсы. Ал ондай болса, сабағымызды қорытындылайық. Сіздерге парақ берем. Сол бойынша бүгінгі сабақтың қорытындысын маған жазып бересіздер, жақсы ма? Кері байланыс жазып бересіздер. Иә. Мен танысып, оның әңгімесі бар, нағыз әже қайда? Сонымен танысып келесіздер. Жалпы нағыз әже қайда әңгімесі? Заманауи әжемен бұрынғы замандағы әжені салыстыра отырып жазылған әңгіме. Кейіпкер өзінің өздерінің қалыптасқаны туралы айтқан. Ал бұл әңгіменің ішіндегі әже сол әжеге кереғар әженің рөлі ретінде ойналады. Сол үшін оқып келіңіздер, жарай ма?